Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен лаваштан жасалатын рулет дайындайтын боламыз. Бізге керек ингредиенттер: лаваш, окорочка піскен, помидор, қияр, корейский салат, майонез, кетчуп. Бірінші окорочканы уақтап турап аламыз. Окорочканы уақтап турап отсына салып, енді қиярды уақтап турайтын боламыз. Помидорды да уақтап турап аламыз. Корейский салат қосамыз. Сосын майонез, кетчуп қосып араластырамыз. Мұнда тұз қоспаймыз, өйткені корейский салаттың дәмі өз дәмін келтіріп тұрады. Және окорочкаге азап тұз қосылып пісірілген. Араластырып болғаннан кейін лавашымызды осылай қойып аламыз. Үстінен дайын салатымызды тегістеп саламыз. Орағанда ыңғайлы болатындай қылып салуымыз керек. Тура видеодағыдай қылып, екі қолымызды екі жағынан ұстап, орап аламыз. Рулетіміз дайын болды. Міне осындай оп-оңай тез дайындалатын рулет өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.